Ассалаумағалейкум көрермендер. Бүгін біз күн жүйесіндегі планеталар неден тұрады? Олардың ішіне не бар деген сұраққа бірге жауап іздеп жауап беруге тырысамыз. Айта кетейік, қазірдің өзінде ол планеталар неден тұратынын толықтай ешкім білмейді. Тек қазіргі таңдағы зерттеулер мен ғалымдардың болжауына жүгіне отырып зерттейтін боламыз. Біз әртүрлі ғарыш аппараттарының арқасында барлық планеталарды сыртынан көрдік. Олардың кейбірлері барлық жағынан суретке түсті. Мысалы, Сатурнның керемет суреттерін планетаралық станциясы Кассини автоматы жасады. Юпитерді қазір Юнона белсенді зерттеп жатыр. Галилео бұл гигант туралы көптеген мәліметтер айтты. Және Марсқа әртүрлі техниканың түр-түрі қонып, оны зерттеді. Біздің қызыл көшіміз көптеген жылдар бойы зерттеліп келеді. Және ары қарай да зерттеле береді. Бірақ біз басқа планеталарды тек көз қиығымен қарадық деп айта аламыз. Ал Уран мен Нептунға тіпті біздің назарымыз қатты түспеді. Тіпті Плутонның да жаңа көкжиектер аппараты зерттеді, яғни новый горизонты аппараты. Бірақ бұл мәліметтер ғалымдарға планеталарды ішкі құрылымы туралы болжам жасау үшін жеткілікті болды. Сонымен олардың ішіне не бар екенін бірге білейік. Олай болса, кезекпен кеттік. Күнге ең жақын планета 58 миллион километр қашықтықта орналасқан. Бұл ең кішкентай планета. Дисквалификацияланған Плутонды қоспағанда. Меркурийдің диаметрі экватор бойынша небәрі 4800 км. Тығыздығы бойынша ол жерден екінші орын алады. Меркурийдің бүкіл планетаның 75% алатын үлкен металл ядросы бар. Онда күн жүйесінің кез келген басқа планеталарына қарағанда темір көп. Өз кезегінде ядро екі аймаққа бөлінеді. Ішкі қатты ядро және сыртқы ыстық сұйық металдан тұратын ядро. Жоғарыда ыстық мантиямен орналасқан және қалыңдығы 400 км болатын қатты қабық осы ыстық жер қойнауын жабады. Неліктен Меркурийдің мұндай алып ядросы бар? Меркурий Марстың өлшемімен бірдей толыққанды планета болған деп саналады, және ол басқа орбитада айналған деген болжау бар. Бірақ күн жүйесінің қалыптасуы барысында басқа планетамен соқтығысу нәтижесінде планетаның жоғарғы қабаттарын жырып тастады. Меркурийдің осындай үлкен темір ядросы болса да, оның магнит өрісі жердің тек 1,1% құрайды. Шолпан диаметрі жерден 600 км-ге аз, 12104 км-ді құрайды. Ал ауырлық күші біздің планетамызбен бірдей десек те болады. Ядроның диаметрі шамамен 6000 км. Ол сонымен қатар жартылай балқытылған темір мен никельден тұрады. Сондықтан планетаның магнит өрісі өте әлсіз. Келесі қабат қалыңдығы 6000 км-ден асатын силикаттардың балқытылған мантиясы. Оның бетін негізінен базальттан тұратын 10-20 км-лік қора жабады. Неліктен Шолпан мен Меркурийдің магнит өрісі әлсіз екенін ешкім нақты білмейді. Кейбір болжауларда Меркурий біздің Ай сияқты Венера спутнигі болғанын айтады. Бірақ бір денемен соқтығысу оны күнге жақындатты. Ал Венера ядросының гравитациялық күштерінің әлсіз болуына байланысты оны өз жанында ұстай алмады деген болжау бар. Айтпақшы, Марста да спутник жоқ. Сонымен қатар магнит өрісінің болуымен мақтан алмайды. Жер. Біздің планета күн жүйесіндегі ең тығызы. Жер ядросы планетаның орталық, ең терең бөлігі мантия астындағы геосфера және басқа элементтер араласқан темір-никель қорытпасынан тұрады деген болжам бар. Тереңдігі 2900 км. Сфераның орташа радиусы 3500 км. Ол радиусы шамамен 1300 км болатын қатты ішкі ядроға және қалыңдығы шамамен 2200 км болатын сұйық сыртқы ядроға бөлінеді. Негізгі температура күн бетіндегі сияқты шамамен 6000 градусты құрайды. Ішкі ядродағы қысым жер бетіндегі қарағанда 3.300.000 есе жоғары. Осындай қорқынышты қысымның салдарынан металлдар қорытпасы кристалдар түріне қатайып, әртүрлі бағытта жабысып қалады. Сыртқы ядро қалыңдығы 2900 км мантиямен жабылған, және ол ыстық лаваға ұқсайды. Негізінде бұл сол. Мантия жердің жалпы көлемінің 84%-ын құрайды, және темір мен магнийге бай, силикат жыныстарынан тұрады. Бірақ жердің қабығы өте жұқа, және планетаның жалпы көлемінің 2%-нан аспайды. Оның қалыңдығы 6-дан 80 км-ге дейін өзгереді. Мұхит түбіне немесе тау жыныстарына байланысты. Кортекс тектоникалық плиталарға ыдырайды. Олар біздің тырнақтарымыз өсетін жылдамдықпен қозғалады, және олардың қозғалысы жерге дем алуға мүмкіндік береді. Оның ішінен жылу шығады.